Талдықорғандағы облыстық балалар ауруханасының ғимаратында күрделі жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Қазіргі күні нысанды жаңғыртудың 90% аяқталған. Медициналық орталық қараша айында қолданысқа беріледі деп жоспарланып отыр. Толығырақ келесі материалда. Облыстық балалар ауруханасының ғимараты соны 1980 жылдары салынған. Содан бері мұнда ауқымды жаңғырту жүргізілмеген. Тек былтыр қазан айында күрделі жөндеу басталып, бүгінде аяқталуға жақын. Осы уақыт аралығында су және жылу жүйелері жаңғыртылып, электр желілері тартылды. Кәріз құбырлары ауыстырылып, терезелер жаңасына алмастырылды. Сонымен қатар шатыр жабындысымен ғимараттың қасбеті ретке келтіріліп жатыр. Қолданылған құрылыс материалдары отандық өнім. Фасадымыз бітіп тұр 90%-ке. Инженерлік жүйелері бітіп тұр. Енді мына 1 сентябрьден бастап благоустройство бастаймыз. 120 адам жүріп жатыр, істеп жатыр бүгінгі күнге. Түгел техника бар, керекті техниканы шақырып отырамыз. Өзіміздің 5-6 техникамыз бар. Мусор шығарғанымыз бар, қазығымыз бар, экскаваторымыз бар. Барлығы бар, одан проблема жоқ. Финансирование бүгінге дейін проблема болған жоқ. Бар ойдағыдай. Бұл ғимарат 270 адамға арналған. Дәрігерлердің жеке кабинеттері мен емдеу бөлмелері талапқа сай жабдықталып, медициналық қызмет көрсетуге қолайлы жағдай жасалмақ. Бұл өз кезегінде мамандардың жұмысын жеңілдетіп, балаларға көрсетілетін медициналық көмектің сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Ремонт болып тұрғаны ол біздің балаларға, біздің облыстық халықтарына жақсы нәрсе. Ол көмектеседі, біз медициналық көмекке де көмектеседі, барлық жағдайына көмектеседі. Балалар да қысылмайды, біздің дәрігерлердің, медбикелердің жұмысына көмектеседі, условиялар пайда болады. Жақсы, жаңадан салынған, жаңадан ремонт болғаны ол жақсы. Биыл облыстағы 10 медициналық ұйымда жаңа нысандардың құрылысы, күрделі жөндеу, реконструкция және сейсмикалық күшейту жұмыстары қолға алынды. Талдықорғанда ауысымына 500 адам қабылдайтын емхана күзде бой көтермек. Сонымен қатар Ақсу, Кербұлақ, Ескелді, Қаратал, Сарқан аудандары мен Текелі қаласындағы медициналық нысандар да жаңғырту жұмыстары жүргізілуде. Жаркенттегі ауруханаға жаңа блок салынып, қолданыстағы ғимаратқа реконструкциялау жоспарда бар. Жарқын Нұрланұлы, Ғабит Қабдрахманов, Жетісу телеарнасы.